Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде жел көрсеңіз қалай жырлады. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде жел бұл билеушіні көрсетеді. Өйткені жел күшті және одан басқа жаратылыстарды билеп пайда мен зиян келтіреді. Түсінде желдің оны үрей тудырмай көтеріп алғанын, сонымен бірге қараңғыланбағанын және тұман шықпағанын көрген адам оның жағдайына сәйкес келсе адамдарға билік етеді. Бұл түс теңіз арқылы қауіпті саяхатты да білдіреді. Егер түс көруші теңіз арқылы саяхаттаған болса немесе мұны жасамақшы болса, бұл түс қолөнерші үшін тауарларының жақсы сатылуын білдіреді. Сондай-ақ түс көрушінің ер-тоқымы мен оны көтерген желді көрсе, егер армандаушы кедей болса, мол өнімді білдіреді. Егер түсінде жел түс көрушіні көтеріп, оны шеңберге айналдырып, оны жерге сүйреп апарса, оны қорқытса және оны алаңдатса, сондай-ақ ол қараңғылық тудырса, шаң әкелсе, ысқырып немесе дауыл көтерсе, бұл кеменің апатқа ұшырағанын білдіреді. Науқас адам үшін бұл түс оның жағдайының нашарлауын болжайды. Ал сау адам үшін бұл түс күйзелістерді білдіреді. Егер түсінде жел ағаштарды кесіп тастаса, қабырғаларды қиратса, адамдарды, жануарларды немесе азық-түліктерді алып кетсе, бұл адамға түсетін жалпы апатты білдіреді. Егер түсіңізде жел тыныш болса, бұл жақсы жаққа өзгеруін және қиындықтардан жеңілдейтінін білдіреді. Түсіңізде сізді басып алған дауыл өмірдегі өзгерістерді білдіреді. Түсіңізде дауыл кезінде үйіңіздің қирауы бұл қорқынышты белгі емес. Бұл түс өмір салтындағы немесе жұмыстағы жиі өзгерістермен байланысты. Түсіңізде дауылдан қираған қалада серуендесеңіз, егер сіз тұрғылықты жеріңізді кенеттен өзгертуді шешсеңіз, сағыныш сезімі сізді ұзақ уақыт мазалайды. Егер дауыл адам шығынына әкелсе, бұл ескерту. Сіздің шешіміңізден жақын адамдарыңыз зардап шегуі мүмкін. Түсіңізде дауылдан немесе желден аман қалғаныңызды көрсеңіз, мұндай түс үлкен бақытты білдіреді. Достар, бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.